Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Ринчо. Достар, бүгінгі видеода қалай ақшаға жинаған ақшаларыңызға немесе кристалға сатып алмай-ақ былай тегін десек те болады, герой алуға болады, сол жайлы көрсететін боламын. Видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып қойыңыздар. Ал енді мен видеомды бастаймын. Жалпы мен осы үш тәсіл арқылы Дариус, Ин, Лесли және Пакито деген геройларды алған болатынмын. Ал ендеше мына жердегі маска арқылы герой алуға болады. Осы жерде мен Лесли мен Валентинаны алуға болатынмын. Маскаге өте тез жиналады, немесе тез жиналмайды. Менде әйтеуір тез жиналған болатын. Міне өзі маған 7 маска жетсе, Тамузаны сатып алайын деп отырмын. Ал келесі тәсілі ол екінші тәсіл. Екінші тәсіл мына жерде бізде дәл осы жерде зат бар. Әр обновадан кейін осылай шығып тұрады, по идее. Обновадан кейін шығып тұрады. Ең соңындағы кезеңге жетсеңіз, мен мысалы 26-шы левелдамын, 59-шы левелға жетсеңіздер, осы жерден герой таңдасаңыздар болады. Бір герой емес, 5 геройдай шығып тұрады. Таңдауға сол геройлардың арасынан өзіңізге ұнаған геройларыңыз бар болса, алсаңыздар болады. Бізде келесі үшінші тәсіл, бізде рекламадан шыққан, обновадан кейін шыққан осындай скиндерде осындай заданиялар шығады. Осы заданияларды орындасаңыздар, міне мысалы мен заданиялар орындап 400-ге дейін жетті. Мына жерден бір герой таңдасаңыздар болады деді. Содан кейін мен Инді таңдап, жалпы осы жерден Инді бесплатно алдым. Ал өзімнің білетін бар мәліметтерімнің бәрін айтып бердім. Сондықтан лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазыңыздар. Келесі видео қолым тигенде монтаждап салатын боламын. Ал ендеше сау болыңыздар.